Assalamualaikum hürmetli Kazak eli. Oylan Kazak arnasının efirinde menden Nabat Begoslobek. Bugünkü videonun sonuna değin karаңыздар. Bugünkü videoda sizlerge Xitayдың егін алқаптарын көрсететін боламыз. Қазір біз Үрімші қаласына келе жатырмыз. Және жерді игеру процесіне қарайтын болсаңыздар, өте жоғары деңгейде. Бізде негізі бұндай жерлер бос жатады көбінесе. Ал мына жақта өздеріңіз көріп тұрғандай Қытайлар әрбір квадрат метр жер сайын тамшылатып суғаруды пайдаланып өте жоғары деңгейде игеріп жатыр. Техникалары тұр. Қараңыздар. Бұл жерлерде не егілгені бізге белгісіз болып тұр, бірақ бос жатқан жер мүлде жоқ. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жолдың бойының барлығы осылай егін алқаптарға тола. Мына жерлерге жүгері егілген екен. Жүгерілерді қарасаңыздар өте қалың. Bir жер өсіп, bir жер өспей тұрған нәрсе жоқ. Bir келкі. Және бұлардың барлығының түбінде тамшылатып суғару жүйесі бар. Арықпен суғарып атқан Қытайларды көріп атқан жоқпыз. Суды өте тиімді түрде пайдаланып жатыр. Қалампыр егіз. Гүлма. Қалампыр шыға. Бұрыш па? Мына жақтағы бұрыш өтпісті қалайдан. Біздегідей қолдарына кеппен ұстап арықтарды ашып суғарып атқан бірде бір Қытай жоқ. Бәрі жүйелі түрде әуелі электр жарығын тартқан. Сол электр жарығымен суғару жүйелерін қамтамасыз етіп тастаған. Қазір бұны автобуспен келе жатырмыз Үрімші қаласына. Ой, базаға еді. Нұрлыбек. Жолдың жағасына дейін біздегі кәдімгі қатты болып тастап болып жататын жерлерді бәрін игеріп жатыр. Суыры шығып кеткен жер. Шынында да жоғары технологиямен істеп жатқандары көріп Суыры тұр. шығып кеткен жерлер бар. Құрметті қандастар, жалпы осылай алдағы уақытта тағы да
videoga like basıp